артық шеңберменен бастаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Бір-бірімен бірінші қолымызды ұстасып алайық. Ал ұстасып аламыз да. Ал енді балалар бастаймыз. Ya sanaldı, tuğra sanal, және keri sanal, және figuralar. Qanday figuralar? Geometriyalı figuralardı biz ne qildik? O'tdik, ya? Ballar, esimizga tushirib olaylikchi. Ballar, mana yerda 1 sondan 10 sonuna deyingi sonlarni ne istep kerak? Sanal kerak ekan, ya? Ballar, kim ma'nan sanaydi? To'g'ri және keri sanaydi. Muqaddali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keri sanaydi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O öte yaxshi. Al, Ayşegul. 1, 2, 3, başladan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kerak ya ballar, ya? Al, Mansura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Keri sanaydi. 9, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keremет. Omar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keremet. Mına qataqdan. Birinchi qataqdan. Kim ma'nan to'g'ri және keri sanab beradi? Al, aytadi. Ayzeli. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo'q, keri sanaymiz. Mana kim keri sanab beradi? Jibek, keri sanashi. 10. 9, 8, 7, Davsiz qatishadi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keremet ballar. Seni to'g'ri және keri sanay oladi ekamiz. Al ballar, 1 deganim 1, 2 deganim 3 deganim 4 deganim 5 deganim 6 deganim 7 deganim 8 deganim 9 deganim 10 deganim Oradan deyildi. Kanı şapalab. Al ballar, tағы da өткен сабақтарда біз мынандай пішіндерді өттік, ya, геометриялық фигура деп айтылады екен бұлар. Балалар, бірінші 3 бұрыш. Балалар, 3 бұрыштың 3 несі бар? Бұрышы бар. Санаймыз. 1, 2, 3. 3 бұрышы бар. Және қанша жағы бар екен? 3 жағы бар, ya. 1, 2, 3 жағы бар. Балалар, мынау шаршы. Неге ол шаршы?
çıkışı var және көп қабырғасы бар. Қандай? Сопақша. Дөңгелек емес, сопақша. Балдар мынау? Шеңбер. Мынау шеңберге ұқсайды екен, не балдар? Ал балдар, енді мына жерде қараңдар. Мына жерде сендер ненің суретін көріп тұрсыңдар? Ал мына жерде қоянның суретін көріп тұрсыңдар. Балалар қоян нені жақсы көреді? Сәбізді жақсы көреді. Яғни сәбіз мына жерде мынау қоянның үйі. Бұл жерде есігінің алдында қанша сәбіз бар? Санаймыз. 4 сәбізі бар екен. Ал енді бұл қоян тек қана сәбізді емес, мына үйшігіне не жинаған? Алмұрт жинаған. Алмұртты санаймыз. 1, 2, 3, 4. Балалар, мынау қоянның жағдайы жақсы екен, өйткені сәбізі бар, алмұрты бар екен. Ал енді мынау кірпі. Кірпіде қуанышты көңіл күймен тұр екен. Неге ол қуанып тұр екен? Өйткені оны мынау корзинасында не бар? Саңырауқұлақтар бар екен. Саңырауқұлақты кірпі өте жақсы көреді екен. Енді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 саңырауқұлағы бар екен мына корзинасында. Тағы және мына жерде санаймыз. 1, 2, 3, 4. Қанша шиесі бар екен? Балалар, өйтіп айтпаймыз. Кірпінің мынау көңіл күйі қандай екен? Өте жақсы екен. Ол мынау саңырауқұлақтар қайда өседі? Орманда өседі. Өйтіп айтпаймыз. Орманда өседі. Және орманда қандай сендер, қандай аңдарды білесіңдер? Айтпаймыз, әдемі айтпаймыз. Жыртқыш аңдар бар екен, балалар. Ал енді балалар, мына жерде мынау ненің суреттерін көріп тұрсыңдар? Алманың суретін көріп тұрсыңдар. Кәдімгі балалар, орнымыздан тұрамыз. Ненің? Балалар, отырамыз, керемет. Балалар, отырамыз. Енді ары жалғастырамыз. Балалар, маған әдемі жаттамақ айжұлдыз келе ғой. Бірінші алманы айжұлдыз ала ғой. Ала ғой мынаны. Тартып ала ғой, жұлып ала ғой. Артында қандай сан тұр? 1 деген сан дұрыс айтты ма? Айтты. Ал енді сенің жаттамағың бар ма? Ал айта ғой, жаттамақты айта қойшы. Biz бақытты баламыз, құстай қағат қағамыз. Дүниені аралап, оқып білім аламыз. Керемет балалар, иә? Мына жерде мынау көбелекті мен осындай әдемі жаттамақтар айтқанда жақсылап. Ал балалар, отыра ғой. Кел. Кім? Келе ғой. Раяна, келе ғой. Раяна келе ғой. Мына жердегі қайсы алманы жерге тұр? Қайсы алманы? Ала ғой. Алманы жегісі келіп тұр екен. Қандай сипыр көріп тұрсың? Ес деген сипыр дұрыс па, балалар? Ал сен не айта аласың? Жаттамақ бар ма? Ал, айта ғой, жаттамақты. Айта бер. Айта, қалай жаттамақ? Керек кесіп сыйлауға өңке бізге күз келді. Жеріміз келін жинауға шақырады біздерді. Ой, керемет, күз туралы, иә, балалар? Кел, Омар, келе ғой. Қайсы алманы жегің келеді? Артында қандай сан тұр екен? 4 деген сан дұрыс айтты, балалар? Ал, айта ғой.
Al ballar. Olar keyingi mına жерде сендер не көріп тұрсыңдар? Әдемі болып отырамыз. Мынау нені айтады мыналарды? Вагондары деп айтады екен, иә? Осы вагонда есептер жазылған екен. Мына вагон әдемі жүру үшін әдемі мына жердегі есептерді біз не істейміз? Шығарып отырады екенбіз. Кел, жібек, келе ғой, кел. Әдемі болып отырамыз. Не істеу керек? Үшке бірді қосамыз. Үшке бірді қоссақ қанша болады? Үшке бірді қоссақ. Үшеу, оған біреу. Керемет балалар. Көріңдер ме? Керемет айттым мен. Отыра ғой. Ол үшін әдем отырамыз, әдем бол. Bir қосу бір дейді. Қанша болады қолын қалтамын шығарып тұрамыз? Bir қосу бір. Қандай болады? Тең не болады? Бірге бірді қосса. Бір санына бір санды қосса, неше болады? Қанша болады? Екі болады. Қолымызды қалтамыздан шығарып. Дұрыс айтты ма? Дұрыс айтты, балалар. Мазура, келе ғой. Манзураға кім көмек береді? Сен мұқағали келе. Қанша болады? 6 болады. Керемет, ма мұқағали. Керемет, я балалар. Төртке бірді қоссақ, 5 дейді. Ал енді отырамыз. Болды. Ben bir отырайын кәнекей. Ал енді тағы бір жаттығу жасаймыз. Қандай бір тағы жаттығу жасаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Орнымыздан тұрамыз. Ұстай. Al ballar. Еді бақтан беріңді. Қазір жылдың қандай мезгілі? Жылдың қандай мезгілі? Қандай мезгілі жылдың? Қыс мезгілі екен, қазір. Ал мына жерде маған Диннас келе ғой, тақтаға келе ғой. Мына жерде қыс мезгілін тауып бересің маған. Неде қыс мезгілі бар ма? Қыс мезгілі бар ма мына жерде? Қайсы қыс мезгілі? Ал қыс мезгілін аламыз да. Қана қыс мезгілі қандай болады өзі қыс мезгілінде? Ауа райы қандай болады? Сендер айтпайсыңдар. Суық болады. Үстімізге не дейміз біз? Куртка дейміз. Басқамыз айтпаймыз. Ал тағы қалпақ дейміз, балалар. Мына жерде бәрін көрсетіп беремін. Құстарға біз не істейміз? Қамқорлық жасайды екеміз, балалар. Жылдың қанша мезгілі бар? Жыл мезгілі қанша? Жыл мезгілі қанша мезгілі бар? Көп мезгілі бар екен, балалар. Біз қазір қандай мезгіл екен? Қыс мезгілі екен. Орнымызға отырамыз. Орнымызға отырамыз. Отырайықшы, әдем болып отырамыз. Кәнекей?
Mına жерде сегіз саны. Енді балалар қараңдар. Mına жerdегі сүйретпесіге не көріп тұрсыздар? Нұрислам, тиындарды көріп тұрсыздар. Санаймыз. Енді балалар маған кім айтады? Осы 10 санынан қиын сұрақ. 10 санынан 9 санды маған кім алып береді? Ал Мұқағали қол көтеріп жатқан. Дұрыс айтады. 10 санынан мына жердегі 9 10 тиыннан, мына тиын бар ма? 10 тиыннан 9-ын алып бастаймыз, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ын алып тастадық. Нешеу қалды? 2 қалды. Ал ары қарай мына жерде қандай сан тұр? Саңырау құлақтар мына жерде теріп жатыр мына қыздар. Мына жерде мынау Омар, мына жерде Мансура. Не теріп жатыр бұлар? Саңырау құлақ теріп жатыр екен, иә? Саңырау құлақтар нешеу мына жерде санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 саңырау құлақ бар екен. Ал енді қазіргі мезгіліміз, қыс мезгілі, Альфинур, қыс мезгілі, мына жерде көріп тұрғандар, иә? Мына жерде 8 деген санды көріп тұрсыңдар, иә? 8 деген санды көріп тұрсың. Ал енді мына жерде балаларға ат қояйықшы кәнекей. Шанада сырғанап түсіп келе жатқан мына жерде кім екен? Нұрислам. Мына жерде Нұрислам екен. Мына жерде екі бала құлап жатыр. Кім екен бұл? Темірхан және Нұриман, иә? Мына жерде екеуі. Мына жерде Мұқағали және Наз екен. Мына жерде Омар екен. Мына жерде Асылхан мен Дінмұхан екен, иә? Дінмұхан. Ал енді балалар не істеп жатыр бұлар? Аққала ойнап жатыр екен, иә? Аққаланы балалар сендер аққала жасап көргендерің бар ма? Ал балалар қыс туралы кім маған? Нұрислам. Қыс туралы маған айтып берші кәнекей. Алда жаңа жыл келе жатыр. Қыс туралы айтып берші кәні. Жаттамақ бар ма? Орнымыздан тұрамыз, кәні әдейі болып айтамыз. Тыныш, тек қана Нұрислам айтады. Қатты айтамыз. Иә? Беріп жүр, шапалақ айтамыз. Кім айтады? Ал айтамыз. О, сендер барлықтан конфетті айтып тұрсыңдар ғой? Ал айта ғой. Ой, дұрыс айтып тұр. Кім айтады? Жаңа жыл туралы, қыс туралы. Кім айтады? Ал, Айзере, айта ғой. О, керемет, әдемі айтып тұр екен. Ал, айта ғой. Шапалақ ұрып қояды да? Ал енді бір орнымыздан тұрып, бір қимыл жасай жіберейік, иә, балалар? Кәнекей. Жаттығуды жасай жіберейік. Кәнекей. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үзбек. 1, қолымыз қимыл. 1, 2, 3, 4. Айшылаймыз. 1, 2, 3, 4. Белімізге қолымызды қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Балалар қолымызды белімізге қоямыз да, басымызды не істейміз? Оңға қарай, солға қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
bir, 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 cümle yazamız. Bir. Kanki oturamiz. Endi ruchkamızı alıp daftarimizga bir degan sifatda yozamiz. Kanki daftarimizni. Daftarga yozamiz. Al, daftarga alifga yozamiz. Bir degan sanni. Böyle. Bir degan sanni daftarga yozamiz. Kanki aşağıda daftarga yozamiz. Bekletib qoldirib, bir degan sanni yozamiz. Men ko'rib chiqaman hozir. Kim birda adib yozib ekan. Soni men ko'rib chiqaman. Asılхан әдемі жазды бір деген санды. Деген санды жазамыз. Кәнекей, анау кім? Аяна әдемі жазып отыр. Кәнекей, Амира бір деген санды өздері әдемі жазып отыр екен, иә? Кәнекей, не мына бетті ашып жатыр? Мына жерден жазамыз. Бір деген санды. Кәнекей, Айжұлдыз жазды. Балалар қараңдаршы. Керемет, мына Айжұлдыз бір деген санды әдемі қылып дәптерге жазды. Қанекей. Жаз. Енді былай қарап жаз. Әдемі жазып жатыр екен. Әдемі жазып отыр екен. Төрт қатар жазамыз. Балалар, бір дегеніміз бағана айтып қой. Бір дегеніміз білім еді. Мінекей, Дилназ да әдемі жазды. Қандай әдемі жазды мінекей. Oldu. Mınау жазғандарымыз дәптерімізді жауып қоямыз. Ал енді балалар, жаз болсақ, мен сендерге осы бүгінгі өтіп атқан мынау сабақтарымыз бар ғой, мынау қыс, көктем, жаз, күз деген 4 мезгілге байланысты балалар. Сендерге ертегі айтып бересін. Кәнекей, әдемі отырамыз. Қолымызды қоямыз. Иә. Кәні отырамыз. Балалар, біз орманға саяхатқа барамыз, қазір. Ал орманда біз нелерді көреміз? Жабайы аңдарды көреді екенбіз. Ол жабайы аңдардың аң патшасы арыстан екен, иә? Арыстан аң патшасы екен. Осы арыстан сендерде сұрап жатыр. Екі түлкі бар дейді.
екі түлкі бар. Және оған тағы екі түлкі келіпті қонаққа. Қанша түлкі болыпты? 4 түлкі болыпты, балалар. Осы 4 түлкіні енді жақсылап күту керек екен. Алдарына қандай ас мәзірін қойыпты? Қандай ас мәзірлер білесіңдер сендер? Ет. Қоян жаңа сендер айттыңдар. Қоян нені жақсы көреді дедіңдер? Жақсы көреді дедіңдер, балалар. Ас мәзіріне қоянға сәбіз, аюға бал, арыстанға ет. Балалар, етті жақсы көреді. Түлкіші тауықты жақсы көреді екен, сүйікті. Ал енді сендерші қандай тағамдарды жақсы көресіңдер? Өте керемет, балалар. Енді сол ары қарай жалғастырамын. Ертегіде осы арыстан, қоян, қасқыр, түлкі барлығы дос болыпты. Бір-біріне ешқандай ұрыспайды екен, бір-бірін ұрмайды екен, балалар. Бір-бірін қонаққа шақырып, көмек береді екен. Сөйтіп, орманда жаңағы жабайы аңдар бір-біріне көмектесіп, жақсы өмір сүріп жатты. Күндердің күнінде бір күні олардың үйіне аю кепті. Аю деген үлкен болады ғой ол. Сөйтті да есігін тоқ деп тақылдатты да, арыстан, қоян, қасқыр, түлкі депті. Мені үйлеріңе кіргізіңдерші депті. Сөйтсе, жаңағы қасқыр айтыпты, аңқау қасқыр. Жарайды, кіргізейік депті. Сөйтсе, түлкі айтыпты. Қасқыр, неге оны кіргізеді екенбіз? Қазір ол кіретін болса, біздің мына үйімізді ол сыймайды ғой. Үйіміз бұзылып кетеді депті. Сөйтсе, қоян айтыпты. Жоқ депті, кіргізе салайықшы депті. Мейірман, көрдіңдер ма? Қоян қандай? Қоян жанашыр, мейірімді екен. Жоқ, далада ол жаурайды ғой. Кіргізейікші депті. Сөйтсе, жаңа түлкі айтыпты. Қойшы депті, ол балын әкелсін бірінші депті, біздің үйімізге депті. Сөйтсе, жаңағы аю, жарайды, мен балымды берейін сендерге депті. Сөйтсе, ой, керемет. Сөйтсе, балын түлкі әкел депті да, үйіне кіргізіп атты да, балды. Сөйтіпті да, жаңағы балын бәрі жеп қойыпты, балалар. Осыменен біздің сабағымыз не болды? Аяқталды. Ендігі сабақта біз не қыламыз? Осы жыл мезгілдеріне байланысты қыс мезгіліне әдемі сурет салып келеміз, балалар. Осыменен сабағымыз аяқталды.